Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyid Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаттары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай болған, алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаратылысы қандай болған деген тақырыпты бастаған болатынбыз. Сөйтіп алдыңғы сабақта бітуіміз керек болған, бірақ уақыт жетпей қалған еді. Соны иншалла қазір бітіріп тастайық, сосын бір тақырыпқа кіреміз. Сами'ту Аба Туфайл радiyallahu anhu yaqulu ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun rahu ghayri. Абу Туфайлдан естідім дейді, ол кісі айтты дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды көрдім. Және де жер бетінде одан әдемі, одан басқа еш нәрсені көре алмай қалдым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай сұлу болған. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды маған сипаттап берші дейді ғой. Маған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сипаттап берші дейді. Сол кезде мен айттым дейді, кәна әбият мәлижан мұқассаман. Және ол кісі ақ еді, орта бойлы, денеледі деп жауап береді. Және де ары қарай кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббастан келеді, ол кісі айтады, әфлә жәз сәниятейн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынау тістерінің арасы ашық болған дейді. Және де осы тістерінің арасынан нұр шашып тұратын. Осы тістерінің арасынан нұр шашып тұратын сөйлеген кезде. Енді бүгін өтетін сабағымыз бәбу мәжафи хатамин нубуа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның арқасында не бар дедік? Пайғамбарлық мөрі бар дегенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артында пайғамбарлық мөрі бар. Сол жайында бүгін сөйлейтін боламыз. Бүгінгі тақырып сол, бүгін бітіреміз иншалла сол тақырыпты. Хаддасана Қутайба ибн Саид, хаддасана Хатим ибн Исмаил, ан Джадил ибн Абдуррахман, қала, сами'ту Саиб ибн Язид радiyallahu анху яқул. Саиб ибн Язид деген сахаба болған. Бұл сахаба ауырып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барған. Бұл осы оқиғаны айтып жатыр. Захабат би халати иля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Менімен бірге менің хала деген нағашы әпкем дейді. Менімен бірге еріп барған еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Екеуміз бірге бардық дейді. Сол кезде ол айтты: "Я Расулуллах, инна ибн ухти ваджиун." Менің жиенім ауырып жатыр дейді. Менің жиенім ауырып жатыр дейді. Фамасаха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам раси. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның басынан сипат дейді. Менің басымнан сипат дейді. Осы Саиб деген сахаба айтып отыр. Менің басымнан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипат дейді. Ва даали бил барака. Маған берекет тіледі дейді. Берекет тілеп дұға жасады дейді. Ва таваддаа фашарибту мин удуихи. Енді сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрет алды. Сол дәреттен қалған суды мен іштім дейді. Енді астында түсіндіреді қандай су екенін. Бұған көзқарастар бар екен. Бір көзқараста әл-мәулләзи ятавадда бихи. Сол дәрет алған суға суды іштім дейді. Ал бір неде сол өзінің қубаны бар ғой, дәрет алатын. Соның ішінде қалған су бар ғой, соны іштім дейді да. Соны ішкен болуы мүмкін дейді. Сондай көзқарастары бар. Вақумту халфа захрихи. Және арт жағына барып тұрдым дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Саиб деген сахаба айтып отыр. Мен арт жағына бардым. Және фаназарту иля хатами байнал катифайхи. Және оның мынау артындағы пайғамбарлық мөрдің көрдім дейді мен. Пайғамбарлық мөрі бар еді дейді. Енді фаиза хуа мислу зирри хаджала. Оның түрі мынау түйме сияқты дейді.
Енді бұл жайында әртүрлі көзқарастар бар. Біреу түйме сияқты дейді, біреулер мынау жұдырықтай болған деп келеді, біреулер түк болған деп келеді. Қазір енді мынау нақты жеткен хадистер. Түрін, түсін барлығын айтамыз иншалла. Сахабалардың өз көзімен көргендері бұл. Соны иснатпен имам Термези жинақтаған. Енді бұл жерден біз не аламыз? Бұл хадистен ауырған жерге қолды қойып бисмилля, бисмилля, бисмилля деген өзі дұға бар еді ғой. Соны оқып өзімізге дұға тілесек болады екен. Және де бұл ауырған жерге қол қоюдың сүннет. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істеді. Сіз егер бір жеріңіз ауырса, сол жерге қолыңызды қойыңыз. Және Алладан шипа сұраңыз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір сүннетін тірілткеніңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір сүннетіне амал етіп жатсыз. Және де бұл жерге осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұстады ғой басынан. Содан кейін ауруды сезбеген екен ғой. Содан кейін ауруды сезбеген, қателеспесем 94 жасына барып қайтыс болған екен. Ал келесі хадисіміз Джабир ибн Самура радиаллаху анхудан келеді. Ол кісі айтады: Райту хатама байна катифай Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам ғуддатан хамра'a. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынау екі жауырынның арасындағы нені көрдім дейді. Пайғамбарлық мөрін көрдім дейді. Ол бір қызыл түйін болып тұрады дейді. Қызыл түйін дейді. Оның мисля бейдотил хамама. Ол анау хамама деген көгершін дейді. Сол көгершінің жұмыртқасы сияқты дейді. Көгершінің жұмыртқасы қандай болады? Осы кішкентай болады домалақ. Сондай көлемде ет дейді. Ол қызыл болған дейді. Енді бұл жерде әртүрлі көзқарастар бар. Біресе қызыл болған дейді, біресе реңі басқа болған дейді. Негізгі рас тоқталатын, ғалымдардың тоқталатын нәрсесі, ол адамның денесі өзгереді ғой, білесіздер ғой. Адам қызарып тұрады, адам ақшылданады, адам терісі өзгерген кезде, ол да сонымен бірге өзгеретін етеді деп тоқтаған. Енді бұны имам Байхақи кіші алманың көлеміндей болған дейді. Кішкентай алма қандай болады? Бір осындай көлемде болса керек, осындай болған дейді. Және де тағы бір көзқарастар бар. Ол қоңыр жаңғақ деген қандай болады? Ол бір жаңғақ болады екен ғой, домалақ. Ореховый емес, басқа. Басқа, сондай бір жаңғақ болады екен, соның көлеміндей деп берген екен. Енді имам Муслимде жеткен хадисте ол мынау жұдырықтың көлеміндей дейді. Енді әртүрлі көзқарастары бар, мынандай деген, солардың барлығын иншалла қазір айтамыз. Енді Румайса радиаллаху анха сол кісіден сахаба анамыздан келеді. Бұл кісі айтады: Самиату Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламны естідім дейді. Валау ашау ан уқаббила хатамал лази байна катифайхи мин қурбихи. Егер бұл Ан Асим ибн Умар ибн Қутададан келген ғой, содан естідім дейді да. Егер мен қаласам дейді да, егер қалағанымда сол екі жауырынның артындағы, ортасындағы сол бір мөрді құшақтап сүйіп алатын ем дейді да.
Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды олар сондай жақсы көрген. Және де сол бір мөрді көріп тұрғанда олар мөрді көрген. Және يقول لسعد ибн Муаз يوم مات اهتز له عرش الرحمن. Енді Саад ибн Муаз деген сахаба болған, сол қайтыс болған кезде ихтазада арш рахман, мынау аршы бар ғой, соның өзі дірілдеген дейді. Аршы дірілдеген дейді да. Аршы тітіркенген дейді. Енді бір ғалымдарымыздың көзқарасы бар, тітіркенсе шынайы түрде тітіркен болуы мүмкін дейді. Өйткені оның жаназасына 70 мың періште қатысқан дейді ғой. 70 мың періште. Солардың барлығы жаназаға түсуге дайындалған болуы мүмкін дейді да. Сол кезде арша тітіркенген дейді. Енді ары қарай жалғастыра берейік иншалла. Min uldi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib'тің балаларынан келет дейді. Кана Ali radiyallahu anhu иза васафа Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фазакарал хадиса битулихи. Енді Али радиаллаху анху өзін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сипаттаған кезде ана ұзағынан алдындағыдай сипаттайтын еді дейді. Алдында не деп айттық? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орта бойлы еді. Ұзын да емес, қысқа да емес. Шашы бұйра емес, тіп-тіке болмаған, орташа болған, қауымының орташасы деп осының бәрін айтып келген дейді да. Одан кейін байна катифайхи хатамун нубуа деген. Мынау екі иықтың ортасында пайғамбарлық мөрі бар еді деген. Және ол вахуа хатамун набийин, ол пайғамбарлық мөр деп айтатын дейді Али радиаллаху анху. Енді حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Енді бір аңсарлық Абу Зайдқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған айтты дейді. Я Абазар, Аба Зайд, Зайдтың әкесі, удну минни фамсах зохри. Және менің мынау арқамды сипаш деп айтты дейді. Арқамды сипа деп айтты дейді. Фамасахту зохруху, менің арқасын сипадым дейді. Сөйтіп фауақаат асаби'i аля хатами. Менің қолым арқасын сипап атқан кезде сол бір пайғамбарлық мөрге келіп тіреліп қалды дейді. Сөйтіп қолду уамал хатам қала ша'ратун муштамиат. Мынау қандай бұл мөр деп айттым дейді да. Бұл мөр қандай мөр деп айттым дейді. Бұл бір шаштардың, түктердің жиналған жиынтығы деп айтты дейді. Сонда қарап тұрсақ, сол бір пайғамбарлық мөрде айналасында түктер болған екен да. Айналасында түктер болған екен сол мөрдің. Енді біз әрбір нәрсесінен бір нәрсе үйреніп отырайық. Ертең иншалла осы мөрді елестетіп отырып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көріп қалуларыңыз мүмкін. Елестете беріңіздер. Пайғамбарлық мөрі бар. Енді سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بالمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Енді Сальман Фарси деген сахабаны білесіздер. Ол кісі басқа кітап иелерінен сабақ алған. Сөйтіп уақыттар келіп, ол кісі негізі бай кісі болған дейді Сальман Фарси. Сол кісіді біреу
не керек, ол кісіні құлдыққа алып кетеді. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды іздейді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды әбден іздейді. Пайғамбарлық келетін уақыт екенін барлық кітап иелерінен сұрайды, білген. Сөйтіп жүрген кезде қарақшылар бұны құлдыққа алып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны сатып алады негізі. Енді мынаны келе берейік. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына құрма алып келді дейді. Бұл құрма сулы құрма дейді да. Анау кепкен құрма емес. Рултоп деп айтады. Осы құрманы алып келді дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына қойды дейді. Я Салман махада. Салман, бұл не деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қала садақатун алейка ва аля асхабика. Бұл садақа, саған садақа және сенің сахабаларыңа деп айтты дейді. Қала ирфаха фа инна ланакулу садақа. Мынаны алып таста, біз садақа жемейміз деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол садақаны жемейтін болған. Бұл кітап иелерінде жазылған екен. Егер ол шынайы пайғамбар болса, оған садақаны апарсаң, ол садақадан жемейді. Ол хадия деп апарсаң ғана жейді деген екен да. Хадияны қабылдайды, садақаны қабылдамайды деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай болған. Енді одан кейін оны алып кетеді. Сөйтіп ертесіне тура солай қайттан алып келеді да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына қойып қояды. Сөйтеді да, Махада я Сулайман. Бұл не Сулайман дейді. Сол кезде хадиятун лак. Бұл сізге менің сыйлығым дейді. Сыйлық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына қарап, убусуту, сендерді ауыз тиіңдер дейді. Сонда бұл жерден алатын нәрсе сахабаларға барлығына ұсынды ғой. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл садақадан емес, тек сыйлықтан ғана өзіне қабылдайтын. Және бұл Салман бұны сынау үшін айтты да. Өйткені пайғамбарлардың олай енді басқа кітап иелерінен сұраған ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам белгілерін. Сонда үш нәрсесін айтқан. Пайғамбар садақадан жемейді, сыйлықты қабылдайды, пайғамбарлық мөрі болады деген екен да. Енді екі нәрсеге көз жетті, енді үшіншісі қалды. Сумма назара иля хатами аля захри Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артындағы мөрін көрді дейді. Сосын фаамана. Сосын барып амана бихи, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иман етті дейді. Бұл Алланың елшісі деп сол жерде куәлік берген екен. Салман аль-Фарси. Енді Салман аль-Фарси жайлы кішігірім бір оқиға айтып кетейік. Бұл енді өте мықты сахаба болған. Бұл қаншама парсылық сахаба ғой. Сол пайғамбарлық келіп жатқан уақытта екі үлкен империя болады, алдында айтқанымыздай. Біріншісі Рум, Парсы. Осы ең үлкен империя болады да. Енді осы ең үлкен империя бұл парсылық болады. Сол жақта қаншама соғыс өнерін көрген бұл. Енді дәл осы Хандақ соғысымен тура келіп қалады да осы соғыс. Хандақ соғысымен сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұсынысты, ор қазу ұсынысын осы Салман аль-Фарси айтады. Енді бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, қандай ойларың бар деп мушауара жасайды, кеңеседі сахабалармен. Не істесек болады? Сол кезде бір деректерде 1000, бір деректерде 3000 мұсылмандарда әскер болған дейді. Енді дұрыс көзқарасы 1000 қылыш ұстай алатын әскер болған дейді да. 1000 шақты әскер болған дейді. Қылыш ұстай алатын. Енді Салман аль-Фарси сол кезде ор қазу тактикасын айтады. Ол ор тереңдігі 5 метр болады. Ені 4 метр, ұзындығы 50 метр болады. 50 метр 50 метр деппін ғой. 5 километр болады. 5 километр болады. Енді
Сәлман Фарси сол кезде 150 жаста болған екен. Өте білекті, өте қуатты кісі екен да. Жұмысты өлтіріп істейді екен. Енді бүткіл сахабалар, мынау жарты метр ма? Осындайдан берген бүкіл сахабаларға. Бір құлаш қой мынау, осындайдан берген, бір құлаштан. Әрқайсың бір құлаштан қазасыңдар деп. Ал Сәлман Фарсиге 10 құлаш берген екен қазуға. 150 жаста ақсақал ғой, бірақ өте мықты болған екен да. 10 құлаш қазған ғой. Сонда 5 метр қазған да ол кісі. 5 метр. Енді сөйтіп адамдардың бәрі таң қалады ғой. Тоқтатпай қазып атады кәдімгі, мықты кәдімгі, бақуат. Сөйтіп аңсарлықтар, Сәлман біздікі дейді. Яқтан мұхажирлер тұрады да, Сәлман біздікі дейді. Сөйтіп екі жақтан бет сөз болып атады ғой. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келіп, Сәлман ол менен деп айтқан екен да. Олар тоқтату үшін. Сәлман ол менен деп, оны шарапаттап айтқан екен. Енді Қайс ибн Әби Саъса деген кісі болған сол кезде. Сол Қайс ибн Әби Саъса көзі қатты өткір болады да оның. Қараса көзі дереу тиіп кетеді деген адамдарға. Сөйтіп жұмыс істеп жатқан көреді, не деген күшті мынау да қарақ балады ғой енді. Сәлман Фарси сөйді құлат дейді ғой. Сөйді талқалт дейді. Сәлман сондай бақуат кісі, сөйді құлап, сөйді талды дейді кәдімгідей. Сонда қарасақ көз тию деген нәрсе бар екен да. Көз тию деген шынайы бар. Мысалы мен өткенде бір Қазығұрт жақта бір бауырларым бар еді. Бір кісіні айтады. Бір кісі бар дейді. Адамдар оның үйінің алдынан өтуге қорқады дейді да. Сол қараса бітті құлайды дейді ғой адамдар. Тамсанып қараса бітті құлайды дейді. Анау біреудің атын көрсе, аты көпке жетпейді дейді. Құлап өліп кетеді дейді кәдімгідей. Масқара сондай нәрселер бар екен негізі. Кәдімгі өзі айтып отырды, бұндай нәрсе рас па өзі, қалай өзі дейді да. Сенбейін десең, өзі қаншамасын көріп тастадық дейді да ол. Көріп тастадық дейді, талай. Енді қарасақ, шынымен бар екен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не істеді ол кезде? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи соны естіді ғой, құлақ баған. Сөйтті да, дәрет ал деп оған дәрет алғызды. Сол суды Сәлман Фарсиді сол сумен жуындырыңдар деді. Сөйтіп анау ыдыс бар ғой, соны Сәлман Фарсидің үстінен ары қарай лақтырып жіберіңдер деп айтты дейді. Дәл солай істеген, дәрет суын алған, және де жуындырған, сөйтіп тәзек лақтырып бәсе атып тұрған ғой орнынан. Көз қатты өтіп кеткен де, кім істей алмайған. Енді Жәбір ибн Абдулла деген сахаба болған. Енді осы бір Хандақ соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қарайды да. Сөйтсе, мынау ішіне тас байлап алған дейді. Ішіне тас байлап алған. Енді түсінгенде енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біраздан бері тамақ ішпеген. Қанша 4-5 күн болып кеткен шығар мүмкін тамақ ішпегеніне. Сөйтеді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жайлап барып айтады. Бірінші өзінің әйеліне айтады, үйде не бар деп. Үйінде бар нәрсені айтады да, кішігірім бір лақ па, сондай бір дүние болған. Сондай бар екен еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жайлап барып өзіне айтады ғой. Расулаллах, мен сізді қонаққа шақырайын деп отырмын. Жүрсеңізші деп. Сөйтеді да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабаларға айтады ғой. Бізді Жәбір ибн Абдулла өзінің үйіне қонаққа шақырып отыр, бәрің жүріңдер дейді ғой. Жәбір ибн Абдулла сасып қалады ана жерде. Түсінбей қалады да. Бәріне тамақ жетпейді ғой дейді да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шақырып тұр. Өзі азғантай тамақ бар еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шақырып отыр еді да ол. Ана жерде қанша мыңдаған сахаба бар ғой. Мыңдаған сахаба бар.
Негізі бір 300 деп естіген сияқты келгені. Бірақ негізі Хандақ соғысында мыңдаған сахаба болғанда, енді сахабаларға айтқанда, жүріңдер деп. Сөйтіп үйіне келеді, келіншегіне айтады. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан едім, ол бүткіл сахабаларға айтты, бәрі келейін деп жатыр дейді ғой. Сол кезде түсінбей қалады, енді қаяқтан жеткіземіз енді тамақ деп. Сол кезде қараш, келіншегінің өзінің даналығы да. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты ма оларға дейді. Иә. Онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір білгені бар дейді. Шақыра берсін деп айтады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи есіктің алдына біреуді қояды, ішке 10 адамнан кіргіз дейді. 10 адамнан кіргізіп отыр дейді. Сөйтіп 10 адамнан кіргізіп отырады, ана жердегі бүткіл сахабаға тамақ жетеді ғой. Анау барлығы тойып шығып барады дейді. Ана жердегі алдына қойған ас таусылмайды дейді кәдімгі. Кеп 10-10-нан кіріп шығып жеп жатыр дейді. Бұның өзі бір мұғжиза ғой. Бұл мұғжиза. Сумма назара иля хатами аля захри Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фа амана би. Енді бұл үш нәрсесін көрді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның. Садақа алмайды, хадияны алады, пайғамбарлық мөрі бар. Енді оған тек не қалды? Иман ету қалды. Енді иман етті дейді. Енді сосын ол негізі яхудилерден ет дейді. Фаштараху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны пәленше бір дирхамға сатып алды дейді. Ан яғриса лахум нахлан. Және оған құрма ағашын егуді бұйырды дейді. Жалпы құрма ағашын еккен. Фаямала Салман фихи хатта тутаим. Енді Салман аль-Фарси соларды тамақтандыру үшін сол жерде сол құрма ағаштарына қараған дейді. Фағасама Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ан-нахила илля нахлатан вахидатан. Ғарасаха Умар радиаллаху анху. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол құрма ағаштарының барлығын өз қолымен отырып шыққан дейді. Бірақ құрма ағаш қалған дейді, сол құрма ағашын Умар радиаллаху анху отырғызған екен ғой. Сөйтіп келесі жылы анау барлық құрма ағаштары бар ғой, солар өсіп шыққан екен. Бір ғана ағаш өспей қалған дейді ғой. Сөйтсе мәшәну хазихи нахла, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады дейді. Мұнаға не болған дейді мына құрма ағашына. Сөйтсе фақала Умар я Расулаллах ана ғарастуха фаназаха Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам ғарасаха. Сөйтіп Умар радиаллаху анху айтты, я Расулаллах, бұны мені отырғызған едім деп ше. Содан өспей қалған ғой деп. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол құрма ағашын жұлып өзі қайттан отырғызған екен да, келесі жылы қайттан гүлдеп шығыптан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам берекеті да. Енді Сәлту Абу Саид Худри радиаллаху анху ан хатами Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, хатам нубуа. Енді Абу Саид Ал-Худри радиаллаху анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мөрін сұрадым дейді. Анау Әби Надра деген табиғиндер ғой. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаттарын сахабалардан сұрайтын болған. Өйткені барлығы көруге қызыққанда. Біз де қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрсек деп армандаймыз ғой. Қандай екен? Көз алдымызға қазір алдымызға келсе қандай болады деп біз армандаймыз ғой, дұрыс па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп бізге бір ауыз сөз айтса екен деп біз армандаймыз ғой. Бір құтбасын оқыса деп. Енді бұлар да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бейнелерін сұрайды екен да. Сол кезде пайғамбарлық мөрін сұраған екен, ол қандай деп. Кана фи захрихи бад'атан нашизатан дейді. Және ол артындағы шығыңқы бір
кәдімгі ет сияқты деген екен. Дененің бір бөлігіндегі шығыңқы ет сияқты тұратын дейді. Пайғамбарлық мөр. Ан Абдиллах ибн Сарджис радиаллаху анху қала. Сарджис деген сахаба сол кісі айтты дейді. Атайту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам ва хуа фи насин мин асхабихи. Фадурту хаза мин халфихи. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бардым дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге адамдардың арасында тұрған еді дейді. Сахабалармен бірге тұрған еді дейді жалпы. Сөйтіп мен арт жағына өттім дейді. Арт жағына өттім. Фаарафа Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам аллази урид. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің не қалап тұрған нәрсемді біліп қойды дейді да. Ол пайғамбарлық мөрін көрмекші болып бүйтіп барған ғой артына қарап. Қандай екен деп көрмекші болғанда енді. Сөйтіп фаалқа рида ан захрихи. Ол анау киімін сәл шешіңкіреді дейді да. Артындағы артқы киімін шешіңкіреді да. Фарайту мауди'ал хатами аля катифайхи мислал джумуъ. Хаулаха хиланун кааннаха салил дейді. Енді мен көрдім дейді, ол жерде пайғамбарлық мөрдің орнын көрдім дейді. Ол бір джумуъ сияқты дейді. Джумуъ деген әй мисла джум'ил каф. Мынау алақанды жұмсанғандай болады. Сондай ет дейді. Мен өзім көрдім дейді да. Өз жұмылған нәрсе сияқты дейді. Алақан жұмылған сияқты дейді. Енді оның айналасында қалдар бар еді дейді. Қал бар еді дейді. Және ол бір сүйелге ұқсайтын еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айналасында қал болған екен. Мүмкін қал сияқты болған. Фаражағту хатта истақбалтуху фақулту ғафараллаху лака я Расулаллах. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына бетпе-бет келдім және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айттым дейді. Алла сені кешірсін я Расулаллах деп айттым дейді. Сол кезде уәләк, сені де Аллах тағала кешірсін деп айтты дейді. Аллах тағала сені де кешірсін дейді. Фақала қауму астағфару лака Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар, Алланың елшісі саған сондай кешірім тіледі ма дейді. Истиғфар тіледі ма Алланың елшісі дейді. Барлығы таң қалып сұрап отыр да. Сол кезде нам я уәләкум, сендерге де кешірім сұрады дейді Аллах тағала. Сендерге де истиғфар тіледі дейді. Алладан кешірім сұрады дейді. Сөйтіп мына бір аятты айтады. Уастағфир ли замбика уалил муъминина уал муъминат. Және Алладан кешірім тіле, күнәң үшін Алладан кешірім тіле деген осы бір аятты оқыды дейді. Уалил муъминина уал муъминат. Мұсылман ерлер мен мұсылман әйелдер үшін дейді. Осы бір аятты оқыған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді бүгінгі сабақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мөрі туралы болды. Мөрі қандай болған? Сіздерге көз алдарыңызға келтіре алдым ба мөрдің қандай екенін? Примерно елестете алдыңыздар ма? Бұл нақты жеткен хабарлар, нақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мөрі қандай болған, қалай, барлығы осы жерде жазылған. Осылай хадиспен келген. Бұл нақты дәлелдер. Бұл сахабалар өздері айтып тұр бұл нәрсенің бәрін. Соны имам Тирмизи жинақтаған. Енді иншалла келесі сабақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шашы жайлы өтеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шашы қандай болған, ұзындығы қандай, қалың ба, бұйра ма, қандай болған, қайға шейін жіберген шашты. Сол жайында иншалла өтетін боламыз. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربنا كريم сенен ғана сұраймыз, саған ғана ұштаймыз, біз өзің тура жолынан адастырма. Я Раббана Карим, біз өзің сүйікті пенделердің қатарына ет. Я Раббана Карим, өзіңе деген шынайы ықыласымызды, Я Раббана Карим, қабыл ет. Я Рабби, сенен ғана сұраймыз, саған ғана ұштаймыз. Уассалиллаху аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Алла қабыл етсін. Қойыңыз.